Попал! Ну попал! Оттолкни его, оттолкни! Еще раз, оттолкни! Ой! Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2005 жылғы командалық әлем кубогының жартылай финалында Қазақстан мен Куба құрама командасының арасында өткен болатын. Сол кездің ең мықтылары жиналған екі құраманың да боксшылары қазір жанкүйерлерге жақсы таныс, тіпті аңыз адамдар десек те болады. Біз бүгін осы турнирде 81 келіде отандасымыз Ердос Жаңабергенов пен кубалық Юниор Дортикостың арасында өткен жекпе-жек жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Ердос Жаңабергенов 1984 жылы Өзбекстанда туылған. Бала кезінде Ақтауға көшіп келген ол Марат Жақиевтің бапкерлігімен 2004 жылы ұлттық құрамаға келеді. 2005 жылы Азия және әлем чемпионатының алтын жүлдегер Ердос бұл уақытта 81 келінің лидері еді. Қарсыласы Юниор Дортикос 1986 жылы туылған екен. Ердоспен жекпе-жек тұсында әлі 19-да болатын. Кейіннен бұл боксшы кәсіпқойлар арасында бірнеше рет әлем чемпионы атанады. Попадает опять справа. О, попадает справа Дортикос и падает Дмитрий Кудряшов. Екі боксшы 2005 жылы өткен командалық әлем кубогында кездескен болатын. Әр елден 11 салмақты 11 боксшыдан кездесетін бұл турнирде қай елдің боксшылары көбірек ұтады, сол ел турнирдің келесі жекпе-жегіне өтеді. Турнирдің жартылай финалында Қазақстан мен Куба құрама командасы кездескен болатын. Кейінірек кездесудің барлық жекпе-жектеріне арнайы видео жасайтын боламыз. Ал қазір 81 келідегі жекпе-жекке назар аударсақ. Юниор Дортико Пауов. Куба. Ердос Жаңабергенов. Казахстан. Жекпе-жек бастала сала кубалық боксшы қолдары ұзын болғанмен бір қадамда артқа шегінбейтіндігін байқатады. Ердос болса, кереті келгенде қарымта шабуылдап, сол қолдың тура соққысымен жауап беріп отырады. Уақыт өте келе отандасымыздың әрбір соққан сол қолы Дортикостың қорғанысын бұза бастайды. Сейчас на контратаке, не в атаке. По корпусу хорошо, неожиданно. Отлично. Вот это контратака. Еще отлично. И опять мы видим слегка такого потерявшегося певица. И попадает, да, и попадает. А вы знаете, а ведь это же... Хорошо, кстати, правильно тактики выбрали. Он выдерживает. Спорят по результату каждого поединка. Екінші раунд бастала сала Ердостың соққыларының салмағы ауырлай бастағандай. Әрбір тиген соққыдан кубалық шайқала бастайды. Хорошего роста и идет далеко справа, и они готовили, видимо, своего боксера. Но Даров. Он не зависает, он просто не попадает. Ох, сколько же он нахватался ударов. Господи, ну... И идет все равно, ну настолько глупо и прямолинейно боксирует Кубинец. Когда у него что-то не получается. Раунд ортасында Ердос бір сәтке орында тұрып қалған сол еді. Кубалық бірнеше соққы артып үлгереді. Тут за явным преимуществом. Было бы замечательно. Алайда қашықтыққа шыға сала сол қолмен шабуылдаған Ердос бір сәтке есеңгіріп қалған қарсыласын сериялы соққылармен шегелеп тастайды. Попал. Оттолкни его, оттолкни. Еще раз, оттолкни. Ой, класс. Аяғында әрең тұрған кубалықты құлаудан тек арқандар ғана сақтап қалады. Оның бұл күйін көрген рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады. Да, блестяще. Итак, победил Ердос Жаңабергенов. Счет по матчу стал 5-4 в пользу Казахстана.
Міне достар, бұл жекпе-жек осылай аяқталған болатын. Ердоспен жекпе-жекте кубалық боксшының тәжірибесі аздау әрі нашарлау боксшы секілді көрінеді. Алайда бұл турнирде Куба сапында Гильермо Ригондо, Ириоркис Камбоа, Йорданис Угас, Эрисланди Лара, Луис Ортис, Одланьер Солис сынды Олимпиада мен әлемнің бірнеше дүркін чемпиондары қатысқан болатын. Бұлардың қатарында әлсіз боксшы болуы мүмкін емес. Тек Ердостың шеберлігінің арқасында Дортико солай көрініп қалды. Өйткені кез келген боксшы қарсыласы қалай мүмкіндік береді, солай жұдырықтасады. Ердос Жаңабергеновті көбіміз тани бермеуіміз мүмкін. Видеоға лайк басып қолдай кетіңіздер. Өсіп келе жатқан жас боксшыларымыз көрсін, аға буын өкілдері қалай бокстасқандығын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.